Сәлем менің оқырмандарым. Қалайсыңдар? Мен бүгін сіздерге табасыз күшті болып пісетін құймақтың рецептісімен бөліскелі отырмын. Дайынсыздар ма? 1, 2, 3. Бастаймыз. Біз ең алдымен табағымызға 2 үлкен қолдың жұмыртқасын бір-бірлеп жарып салып аламыз да, сосын оның үстіне үлкен ас қасықпен шекер саламыз. Бізде ағаш қасық, сіздерде ағаш қасық болмаса да бола береді. Жұмыртқамыз бен шекерімізді жақсылап бір-біріне сіңгенше араластырамыз. Ол екеуін араластырып болған соң күнбағыс майын көз мөлшерде 1 қасық қосып аламыз. Оны да жақсылап араластырып, үстіне 1 литр сүт құямыз да керемет қылып араластырамыз. Әбден араластырып болған соң үстіне ұн қосамыз. Ұн қанша қосқанымызды есептеген жоқпыз. Өздеріңіз осы видеоға қарап сұйықтау қылып жасайсыздар. Ұнды да бірдестен барлығын салмайсыздар, бөліп саласыздар да жақсылап араластырасыздар. Жақсылап араластырып болған соң үлкен ас қасығымызға сода салып, үстіне сірке қышқылын, яғни уксус құясыздар да жақсылап көпіртесіздер. Ескерту: 16 жасқа толмағандарға ата-анасынсыз жасауға болмайды. Сірке қышқылы қолды күйдіруі мүмкін. Жақсылап көпірген содамызды жаңағы массамызға салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей осындай масса шығуы қажет. Тағы да ұн қоспауларыңызды пісіру кезінде көреміз. Біздің құймағымыз түрлі түсті болайын деп тұр. Енді құймаққа бояу қосатындарыңызды, немесе қоспайтындарыңызды өздеріңіз шешесіздер. Біз құймағымызды табаға газге пісірмейміз. Бізде мынадай аппаратымыз бар. Бізге осымен пісірген ұнайды. Және бұл аппарат өте ыңғайлы. Табамызды қыздыруға қосып қоямыз да, жанында осындай ақ табағына жаңағы массамызды құямыз. Табамызды жаңағы ақ ыдысқа малып аламыз. Беті күшті болып тесіліп шығады. Міне мен сіздерге жақындатып көрсеттім. Өте керемет болып тесіліп шығып жатыр. Кейін сәл тұрған соң жан-жағын сәл қырып көтеріп аламыз. Қырған шетінен ұстап аударып қоямыз. Міне біз пісіріп жатқан құймағымыз өте керемет болып пісіп жатыр. Арасында суреттерін де салып қойдым. Енді жаңағы массамыздан азырақ бөліп құйып аламыз да, оған жасыл бояу араластырамыз. Бұны да жақсылап араластыру маңызды. Менің арнама тіркелуді ұмытпа, ауда әлі қызықты видео саламын. Жасыл түсін пісіру оңай, алдын айтып кеткендей жасасаңыз болды. Бұда тек түсінде ғана айырмашылық бар. Басқасының барлығы бірдей. Бұл да алдыңғысы сияқты тесіліп пісті. Негізі барлығын пісіру оңай, тек пісіруді білсеңіз болды. Ендігі кезекте қызыл бояу қосамыз. Оны да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Жаңағы массамыздан азырақ бөліп алдық та, үстіне бояу қостық. Осы видеоның басында көрсеткен бояудың барлығын жеке қосамыз. Әзірге 2 бояу кетті. Біреуі жасыл, екіншісі қызыл. Бұны да пісіру оңай. Бір сарында қайталап кете бересіз. Жаңа айтқанымдай бұларда тек бояу ғана айырмашылық бар. Қызыл түсте тесіліп күшті пісті. Міне бізде әзірге 3 түс болды, керемет көрінеді. Ендігі кезекте күлгін түсті де қосып жатырмыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Кейін оны да жаңағы ыдысымызға малып аламыз. Осы процесс жалғасып кете береді. Алдыңғы құймақтардың қалғысы келмеді ме? Әйтеуір бұл да әдемі болып, тесіліп күшті болып пісіп кетті. Енді тағы да бояу қосып жатырмыз. Бұны да сол әдеттегідей азырақ массамыздан бөліп алып, бояу қосып, оны жақсылап араластырып болған соң табамызды малып аламыз. Ол да тесіліп күшті болып піседі. Мына қоңыр түс қайдан шықты десеңіздер айтайын, біз бұл түсті жасыл, қызыл, қызғылт, сары, күлгін түстерді араластыру арқылы шығардық. Бұл құймақ та қатарынан қалмай тесіліп күшті болып жатыр әйтеуір.
Әне міне дегенше видеомызда аяқталып қалыпты. Біздің пісірген түрлі түсті құймағымыз осылай күшті, әдемі болып пісті. Тесіктері деген күшті көрініп, мырсаң қайтып жазылады. Менің арнама тіркелуді ұмытпа, алда қызықты видео саламын. Видеом ұнаса лайк басып комментария жазып кетіңіздер. Сау болыңыз.